Бүгін менің официант болғаныма 3 жылдан аса уақыт болыпты. Қарасам, сол 3 жылдың ішінде нені үйрендім? Официант болып жүріп, Аллаға тәуекел етуді үйрендім. Ол деген сөз, бүгін мен 10 адамды қабылдау мүмкін, қонақ ретінде. Ертең 20 адам болуы мүмкін. Арғы күні 40 адам болуы мүмкін. Немесе 5 адам болуы мүмкін. Бірақ ол несібені беретін кім екен? Алла екен. Қандай жұмыс істесең де, сен Аллаға тәуекел ете білуің керек. Жер қазсаң да, саудамен айналыссаң да, официант болсаң да, мұғалім болсаң да, сен 100-ақ мың табуың мүмкін. Немесе миллион табуың мүмкін. Бірақ айырмашылығы неде? Алланың берген берекесінде. Сен сол тауып отқан ақшаңды берекеменен ұстап отырсаң, ол ақшаң саған үйіңе де жетіп кетуі мүмкін, алам деп жүрген көлігіңе де жетіп кетуі мүмкін, және басқа да өзіңнің пландарың бар болса, соған жетуі мүмкін. Менің бір таныс досым айтатын, әкем дейді, 100-ақ мың айлық алатын дейді, мен 600-700 мың табам дейді. Сонда әкемнің тапқан 100 мың теңгесіне біз тамақ алатынбыз, продукт алатынбыз, свет, газ барлығын төлейтінбіз, сосын қыдыратынбыз дейді. Ал менің ақшам табам, сол күйінде алып келем, сол күйінде жоқ болып кетеді дейді. Айдың соңында қарасаң, әкемнің ақшасынан біраз қалады, ал менікі тез керек жарақтың бәріне жаратылып кетеді, сосын көп қалмайды дейді. Қалай ойлайсыздар? Осы ойға қосыласыздар ма сіздер? Пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Рахмет.